Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкасыз дайындалатын және өте қарапайым жолмен дайындалатын торттың дайындалу жолымен бөлісемін. Өте жұмсақ және ауызда еритін торт. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен кремін дайындап аламыз. Бізге 2 жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз және үстінен қантымызды салып, қанты толық ерігенше тағы да жақсылап араластырамыз. Қант пен жұмыртқамызды жақсылап араластырып болғаннан соң ұн қосатын боламыз. Бізге 4 ас қасық ұн қажет болады. Ұнды міндетті түрде 1 ас қасықтан сала отыра тоқтамастан осылай араластырамыз. Массамыздың арасында түйір-түйірлері болып қалмас үшін ұнды міндетті түрде бөліп салатын боламыз. Егер де бірдестен барлық ұнды салатын болсаңыздар, онда дұрыс араласпай массамыз дұрыс шықпайды. Міне бізде осындай қою әдемі масса пайда болады. Енді бізге 2 ас қасық кукуруз крахмалын қосып, тағы да жақсылап қою әдемі масса шыққанша араластырамыз. Енді сүт қосатын боламыз. Бізге міндетті түрде жылы сүт қажет. Сүтті де аз-аздан қоса отыра жақсылап араластырамыз. Достар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Осымен біздің массамыз дайын болды. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң баяу отқа қойып, кремді міндетті түрде тоқтамастан осылай венчиктің көмегімен араластырып тұратын боламыз. Достар, міндетті түрде тоқтамастан осылай араластырып тұрамыз. Себебі біздің кремдеріміздің асты жабысып қалмас үшін осылай қайта араластырып тұрыңыздар. Міне осындай 5-10 минуттан соң крем дайын бола бастайды. Сол кезде біз сармайымызды қосамыз. Сармайымызды қосып, тағы да 5-10 минут шамасында тоқтамастан араластырамыз. Біздің кремдеріміздің түсі өзгере бастады. Осындай қою, әдемі крем пайда болады. Енді өзімізге ыңғайлы болу үшін кремді бөлек ыдысқа түсіріп аламыз. Енді бізге осындай крекер печеньесі қажет болады. Печеньенің жұқалығы барынша жұқа болғаны дұрыс. Енді өзімізге ыңғайлы тереңдеу бір 4-3 ыдысты аламыз да, ең астына толық печеньенің барлығын салып шығамыз. Сонымен үстінен кремдерімізді салып, бір тексетіп, кремдерді толық жағып шығатын боламыз. Тағы да үстінен печеньелерімізді жайғастырып, ең үстінен осылай кремді толық жағып шығамыз. Қалған кремдеріміздің барлығын толық үстінен осылай жағып тастаймыз да, бетін пищевой пленкамен жауып, 2-3 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Сонымен біздің тортымыз дайын болады. Дайын болған торттарымыздың үстінен какао-ұнтағы немесе ерітілген шоколадты сәндік үшін қолдансаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша осындай бөліктерге бөліп жақындарыңызға ұсынамыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте қарапайым жолмен дайындалады. Дәмі өте керемет, ауызда еритін медовик болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жұмагүл, астарыңыз дәмді болсын.